жасайсыз, уже креативтің соңында жаңағыдай әрекетке шақырасыз. Хабарласуға, жазуға, мысалға хабарласуға, WhatsApp-қа жазуға шақырасыз, сақтап алуға, тіркелуге, өтінішке қатысуға, шақыруға жеделдік әсері дейді. Осындай сіздер клиентке айтасыздар. Арнайы айтпасаңыздар, олар ойламайды негізі. Сіздер нөміріңізді алып қалсам болады ма, тікелей байланыс жасасақ болады ма деген сияқты клиентпен тікелей байланыс жасау керек. WhatsApp-қа келген клиентке ұстап қалу керек қой, таргеттен WhatsApp-та келеді ғой, сол кезде сіз тікелей байланыс бірден сразу суытпай жауап беріп отыру керексіз. Сол кезде сіз клиенттің жаңағы несін жабасыз, возражениесін жабасыз, қарсылықтарын жабасыз. Таргет настройкасы. Енді таргет настройкасы білесіздер, Facebook әуелі ашамыз. Ол Facebook ішінде ең бірінші біздің өзіміздің жеке парақшамыз болады, өзіміздің данныйымыз тұрады. Ол жерде өзіміздің друзьяларымыз болады. Әуелі Facebook'ты таргет жібермес бұрын, сол жеке парақшамызды қызықтырамыз. Facebook деген негізі ол Google-ның несі. Facebook жоқ менде вообще. Google компаниясының несі. Партнері бірге жұмыс жасайды. Ол да бір некен ғой. Ой, болды менде бір рет. Адам саудасы, қылмыс, неше түрі көп болғандықтан, жаңағы Facebook арқылы реклама шығарған кезде, ол Facebook'тың сеніміне кіру керек. Себебі шетелде жаңағыдай адам денесін тасымалдайды, шетелде наркотик, сондайлар болады, сондайлар тоже олар көп жасайды таргет арқылы реклама жасайды. Сол үшін біздер әуелі өзіміздің кәдімгі сенімді, кәсіпкер, бизнесмен екенімізді көрсетуіміз керек. Сол кезде ол біздің рекламамызды шығарады. Ол негізі біздің рекламамызды шығару арқылы олар пайда тауып отыр ғой. Одан Canva арқылы жасадың ба слайдты? Canva арқылы жасадың ба слайдты? Слайд жасауға болмайды Canva'да. Или бірнешеуді жаңағы рекламаларға қоса бересіз ба тек? Жүргізе бересіз ба? Бөлек-бөлек істелген зат қой. Иә, соны просто істейсіз. Прайс жасағансың балансын. Ол сол ғой, иә, сол сияқты. Фейсбуктың ішінде бизнес-страница ашасыздар. Ашыңдар ғой, онда бизнес-страница өздеріңізге жеке BS ашасыздар. Инста, WhatsApp тіркейсіздер, оған Инстаграмдарыңызды, WhatsApp-тарыңызды тіркейсіздер, логиндерін, парольдарымен бірге. Одан кейін ATS-ға кіріп, создать деген кішкентай көп плюсик бар, сол плюсик арқылы рекламаңызды бастай бересіз. Одан кейін жаңағы креативтен 3 окошко шығады, кабинет. Содан үшіншісінде креативіңізді саласыз, аудиторияңызды өзіңіздің белгілейсіз, жас шамасын белгілейсіз. Одан кейін опубликовать етіп рекламаңызды жасайсыз. Енді мен сіздерге таргеттің настройкасын көрсетейін бе? Мен қылау презентациям дейін бе? Көрсетшеш. А то менікі де... Ана 13-14 слайд бар ғой ары қарай. Жоқ, мынау басқа деймін, мынау. Сол осымен аяқталды негізінде. Бірақ Фейсбуктан